Баршаға ассалаумағалейкум достар. Бүгін біздер ВАЗ-2111 автокөлігін жөндейтін боламыз. Көлік оталмай қалған екен. Көліктің иесінің айтуы бойынша машина іркіп-іркіп өшіп қалған. Содан бері оталмайды. Көліктің иесінің айтуы бойынша машинада бензонасос жасамайды, искра жоқ, тек қана стартер айналып тұр екен. Көлік не үшін оталмай қалғанын білу үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіз. Так, сонымен бізде ВАЗ-2111 автокөлігі. Көлік оталмайды. Жалпы не болды, көлікке қалай болды? Бензонасос айдамай тұр. Бензонасос айдамай тұр, да? Кілт ашқанда сигнал бермейді бензинге. Так, кілт ашқан кезде, зажигание ашқан кезде бізде бензонасос жасамай тұр екен. Так, алдымен бірінші біз соны тексеріп алайық, прибордан қалай болып тұрған. Кілтіміз ашық тұр. Кілт сөндіріп, кейін қарай қазір салайық. Зажигание ашам. Бізде насостың дауысы естілген жоқ, және де мына жерден чектің суреті сары белгі жану керек, олар жанған жоқ. Енді қазір болып көрейік, кішкене оталдырып. Енді бізде насостың предохранительдері ВАЗ автокөліктерінде насосқа жауап беретін предохранитель бізде ішкі бөлікте мына төменгі жақта орналасады. Осы жерде предохранитель мен және релелер. Осы жерден біз тексеріп алатын боламыз. Сен рульге отыр. Бізде мына жерде 3 предохранитель және 3 реле болады. Солында бізде біреуі бізде бензонасосқа жауап береді, біреуі главный реле, яғни компьютерді қосатын реле, содан кейін үшіншісі вентиляторды қосатын реле предохранительмен бірге болады. Енді осы жерден біз қазір барлықтарын плюстерін тексеріп алаймыз. Яғни предохранительдерін тексеріп алайық. Біздің құралымыз контролькамыз. Так, тексереміз біз мына жерден. Төбінен тексеруге болады, плюс жоқ. Так, мына жерде де плюс жоқ екен. Мына жерде де плюс жоқ екен. Так, біздің минусымыз нормальный екен, қарап алайық. Прикуйтельден алып алайын. Минусты мына корпусына тақасақ бізде, прикуйтельдің корпусына. Прикуйтельдің корпусы бізде минус. Және тағы да тексере аламыз. Предохранительде тек қана плюс тұру керек. Плюс ешқайсында да бізде плюс жоқ екен. Енді бұл плюс, мына жерде ортақ плюс қайдан келеді? Аккумулятордан келу керек. Аккумулятордан келемізден біз қазір қарайтын боламыз. Аккумулятордың плюстік клеймасынан мына жерінде мына жерген бірнеше нәрсе жалған екен. Плюсқа жалғай берген ішке жалған. Мына жерден мына предохранитель арқылы бізге вентиляторға жалған. В общем, мына жерде дейтін құралы жатыр. ВАЗ автокөліктерінде жаңағы біздің ішке релеге баратын плюсіміз. Ол бізде мына көбінесе басы қара болып келеді. Басы қара болып, осындай қара несі болады өзінің резинкасы, содан кейін қызыл болып кетеді. Осы проводты біз қазір тексереміз, қай жерден үзік бар екен. Мына плюс, егер плюс болса, мына мынандай қызыл жану керек. Қараймыз, мына жерден бастап, ашық жерден плюс мына жерде бар. Так, төменге түсеміз, мына жерде қазір мына жерде тесік бар екен. Қарап жіберетін, осы жерден қарап жіберейік. Мінекей, мына жерде плюс жоқ. Мына жерде плюс жоқ. Демек, осы екі аралықта үзік бар деген сөз. Көбінесе ВАЗ автокөліктерінде үзіліп қалатын нәрсе осы қара нәрсенің тұсынан осы жерден үзіліп қалады. Мына жерден үзіліп қалған сияқты болып тұр.
Қазір енді осыны қиып тастап, екі жерден жалғап көретін боламыз. Сонымен достар, міне жаңағы қара резинканың түбінен үзіліп қалған екен. Мына жерден тоқ келіп тұрды, ар жағында бізде тоқ болған жоқ. Сол үшін біздер қазір мына резинкасын алып тастап, қиып тастап, түгелдей қазір жалап қойдық осылай. Енді қазір зажигание ашып тексереміз. Насос. Давай көрейік осылай. Зажигание қос. Зажигание қосқаннан кейін бізде насос істеді, және де чектің суреті бізде жанып тұр. Демек, машина оталу керек деген сөз. Қазір біз жинап, көлікті оталдырып көреміз. Давай көр. Көлігіміз оталды. Мінекей достар, көлігіміз оталды. Жалпы көп жағдайда көліктің иелері көлік оталмай қалған кезде бірден бензин насос ауыстырады, болмаса искра болмаған жағдайда бірден катушка я бобинін ауыстырады, болмаса датчик коленвалын ауыстырып артық шығынға кетіп жатады. Кез келген нәрсені тексеріп алу үшін алдымен сол нәрсеге тоқ келіп тұрғанын біліп алу керек. Егер тоқ келіп тұрғаннан кейін жасамаса, онда алмастыруға болады деген сөз. Жалпы бұндай жағдайлар көбінесе аккумуляторды ауыстырғаннан кейін, клемманы қозғағаннан кейін болады. Сондықтан осы нәрсеге мұқият болыңыздар.